Балалар, мен сендермен ойнағым келіп тұр. Ойынның аты ойлан тап. Қане бәріміз суретке қарап, бұл қандай ертегі екенін табайықшы. Дұрыс, балалар, бұл бауырсақ ертегісі. Ендеше мен сіздерге ертегіні айтып берем. Мұқият тыңдаңыздар. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: Кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Кемпір қамбадан ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыссы болғасын, оны терезенің алдына суытып қояды. Ал бауырсақ болса, домалап қашып кетеді. Домалап келе жатқан бауырсақтың алдынан қоян кезігеді. Қоян оған: бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен бауырсақ, отқа пістім, көңілім шат. Қамба түбінен қырын алдым, елеуішпен елендім, қаймақпенен елендім, отқа киме пісірілдім, терезеге түсірілдім. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қоян сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ, егер менің тапсырмамды орындасаң, мен сені жемеймін. Тапсырма: ұн неден алынады? Балалар, қане бауырсаққа көмектесейікші. ұн неден алынады? Қане ойланып көрейік. Дұрыс, балалар, ұн бидайдан алынады. Қояннан құтылған бауырсақ домалап келе жатып, қасқырға кезігеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен бауырсақ, отқа пістім, көңілім шат. Қамба түбінен қырын алдым, елеуішпен елендім, қаймақпенен елендім, отқа киме пісірілдім, терезеге түсірілдім. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қояннан да сытылдым, қасқыр сенен құтылу қиын емес болмаған. Егер менің тапсырмамды орындасаң, мен сені жемеймін. Ал қанеке балалар, бауырсаққа көмектесу үшін қасқырмен бірге сергіту сәтін жасайық. Бас, иық, тізе, аяқ, бас, иық, тізе, аяқ, көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, бас, иық, тізе, аяқ, көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ. Қасқырдан құтылған бауырсақ аюға кезігеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен бауырсақ, отқа пістім, көңілім шат. Қамба түбінен қырын алдым, елеуішпен елендім, қаймақпенен елендім, отқа киме пісірілдім, терезеге түсірілдім. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да сытылдым.
Аю сенен құтылу қиын емес болмаған. Егер менің тапсырмамды орындасаң, мен сені жемеймін. Тапсырма, нан туралы нақыл сөздер айтыңдар. Қане балалар, бауырсаққа көмектесу үшін нақыл сөздер айтайық. Нан бар жерде ән бар, ас атасын нан, нан дастарқанға сән. Аюдан құтылған бауырсақ түлкіге кезігеді. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені түлкі, мен саған өлең айтып берем. Мен бауырсақ, отқа пістім, көңілім шат. Қамба түбінен қырын алдым, елеуішпен елендім, қаймақпенен елендім, отқа кемей пісірілдім, терезеге түсірілдім. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да сытылдым, аюдан да құтылдым. Түлкі сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ, егер менің тапсырмамды орындасаң, мен сені жемеймін. Ал қанеки балалар, бауырсаққа көмектесу үшін жұмбақтарды шешейік. Жол үстінде қу қазық, мергеншіге жол азық. Қоян, қорбаң етеді, орманда ол жүреді. Аю, сұрғылт тартқан түсі бар, ақсиған көк тісі бар. Қасқыр, жарайсыңдар, рахмет сендерге. Бауырсақ, сені атаң мен әжең күтіп қалған шығар, сен үйіне бар. Балалар, менің қарным ашты, маған бауырсақ пісіріп беріңдерші. Балалар, қамырдан бауырсақ жасау үшін аналарың сендерге көмектеседі. Ал қанекей балалар, осындай әдемі бауырсақтар пісіп шығу үшін не істейміз екен? Қане көрейік. Алдымен сүтке ашытқы қосамыз. Одан кейін шекер, тұз қосамыз. ұн және май қосамыз да сүтпен бірге араластырамыз. Жақсылап тұрып қамырды басамыз. Бетін жауып қоямыз да бірнеше уақытқа қалдырып қоямыз. Ол көтеріледі. Тағы да басып, қараңыздар, қамыр шықты. Одан домалақ бауырсақтар жасаймыз. Майды қыздырып, табаға саламыз. Осындай әп-әдемі бауырсақтар пісіп шығады. Қараңыздар, қандай әдемі бауырсақ пісіп шықты. Балалар, бүгінгі оқу қызметімізді қорытындылайық. Қане айтыңдаршы, бүгін біздер қандай ертегіні тыңдадық? Дұрыс, бауырсақ ертегісі. Балалар, қандай кейіпкерлермен таныстық? Қане, үш тілде айтайықшы. Қоян, заяц, рәббит. Қасқыр, волк, wolf. Аю, медведь, бея. Түлкі, лиса, фокс. Түлкі қандай тапсырма берді? Түлкіге не пісіріп бердік, балалар? Дұрыс, бауырсақ. Балалар, оқу қызметі ұнады ма? Жарайсыздар, балалар, маған да ұнады.
Тамаша, бүгін өте жақсы қатыстыңыздар. Келесі оқу қызметіне кездескенше сау болыңыздар.